Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бұл каналда көптеген осы гүлдерге пайдалы ақпараттар бар. Каналда 200-ден аса осы әртүрлі үй гүлдеріне жасалынған видеороликтер бар. Гүлдердің күтімі, қалай суарылу керек, қандай топыраққа егеміз, топырағы қандай болу керек, қандай қоспалар жасаймыз гүлдерге. Сол туралы көптеген видеоларды көре аласыздар. Енді біздің бүгінгі видеомыз осы үй гүлдерінің біз жапырақтары арқылы қандай тыңайтқыш бере аламыз. Негізі біз үй гүлдерінің жапырақтарын сүртіп отырамыз. Сіздер де сүртесіздер ме? Соны пікірге жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Негізі білеміз бәріміз, үйде шаң болады. Ол шаң міндетті түрде гүлдердің жапырағына түседі. Енді ол гүлдердің жапырағындағы шаңды біз уақытында тазартып тұрмасақ, гүл демала алмайды. Сол шаңнан және өзінің бойындағы шығаратын әртүрлі элементтерді бере алмайды. Сондықтан да айына 2 рет біз гүлдеріміздің жапырақтарын сүртіп жаңалап отыруымыз керек. Енді жапырақ сүртетін тыңайтқыш суын жасамас бұрын мен сіздерге осы доллар гүлімді қайттан басқа ыдысқа отырғызып көрсетейін деп шештім. Өйткені көріп тұрсаңыздар, бұның жаңағы картошкасы топырағының бетінде тұрғандықтан жапырақтарының барлығы жан-жаққа қисайып өскен. Соны түзеткім келді. Негізі өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұның жапырақтары жақсы болғанмен шамалы тамырлары шірген екен. Мен уақытында ашып қараппын. Негізі бұның тамыры шірмеу керек еді. Бұған не болғанын білмеймін. Бір жар тамырлары шірген, бірақ картошкілері жақсы. Қазір енді күн кішкене салқындап келе жатыр. Біз жан-жақтан өзіміздің ұнаған гүлдерімізді алдыртып, оны қайттан басқа ыдысқа егіп, сөйтіп гүлдерімізді арман қарай жақсы өсіруге жағдай жасаймыз. Енді мына жерде қазір мен мынау тамырлардың бәрін жуып әкелемін. Негізі тамыры жаман емес, тек шамалы ғана тамыры шірген. Бұны арман қарай мен бір ақ кішкене ыдыс дайындап қойдым. Сол ыдысқа қазір егеміз. Ыдыстың асты тесілген. Мен шамалы ғана астына дренаж салдым, керамзит. Енді біз дайындап қойған топырағымызға кішкене ғана осындай тыңайтқыш қосып жіберіп, топырақты кішкентай ылғалдап аламыз. Енді міне кішкене ғана тыңайтқыш, яғни биогумустан кішкене ғана жарты литр суға өзінің мөлшерімен құйдым. Бұл биогумуста көптеген микро-макро элементтер, көптеген витаминдер бар. Бұның гүлдерге пайдасы өте көп. Мен әр видеомда осы гүлдерге, доллар гүлдеріне пайдаланған тыңайтқыштарда осы биогумуста араластырып 2-3 заттардан осы гүлдерге пайдалы тыңайтқыш жасап жүрген видеороликтерім бар. Соны ашып қарасаңыздар болады. Міне енді осылай біз топырағымызды ылғалдап алып, қазір гүлімізді егетін боламыз. Бұл доллар гүлін өсіруде ондай көп қиындық туғызбайды. Өсірілуі өте, күтімі де қарапайым. Кейбір қыз-келіншектер бұл доллар гүлін өсіре алмай жатамыз деп жатады. Бұл доллар гүлінің ыдысын, топырағын дұрыс таңдасақ, арман қарай дұрыс су құятын болсақ, бұл гүл өзі әдемі, көп өскін беріп өсетін болады. Бұл равен гүлі кәдімгі қарапайым долларға қарағанда жай өседі, ал қарапайым доллар гүлі ол жақсы, тез өседі. Енді міне гүлімізді жақсылап орнықтырып аламыз. Ыдыс сәл-пәл тарлау, міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, бұның картошкасы жақсы өскен. Енді осы 3 картошкасы бар гүлді жақсылап орнықтырып алып, сосын үстіне жаңағы дайындап алған топырағымызды салып, жақсылап тамырларының арасынан өтетіндей қылып, топырағын саламыз. Міне енді гүлімізді егіп болдық.
Енді бұл гүлге қашан топырағы кебем дегенше су құймаймыз, өйткені жаңа біз топырағын ылғалдап алдық. Енді мен қазір сіздерге осы доллар гүлі болсын, басқа гүлдердің жапырақтарын қандай тыңайтқышпен сүртеміз, сол тыңайтқышты жасап көрсетемін. Негізі біз тек гүлдердің тамыры арқылы емес, жапырағы арқылы да гүлдерді біз тыңайтып отыратынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Егер де тамырында, топырағында су болатын болса, біз бұл гүлдерді жапырағы арқылы да тыңайтып отыруға болады екен. Негізі біз осы гүлдердің тамырына құятын тыңайтқыштарды жапырағы арқылы да, жапырағын сүрту арқылы гүлдерді тыңайтып отырамыз. Енді бізге 100 мл су қажет. Жылы болу керек осы. Соған біз уксустан, яғни мен алма сірке суын алдым. Одан 1 шай қасық қана құямыз. Сосын үйде глицерин болса, сол глицеринде пайдаланамыз. Глицериннен да 1 шай қасық саламыз. Егер де сіздерде үйде алма сірке суы болмай, кәдімгі сірке су болса, соның 6%-тік, яғни 6%-дық сірке суды пайдалансаңыздар болады. Енді осы дайындап алған суымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз да, жаңағыдай ватный дискі болсын, болмаса жұқа жұмсақ шүберектер болса, соны пайдалансақ болады. Енді менде ватный дискі жоқ. Айта кетейін, сосын осы біз қоспаға жаңағыдай арақ болмасын, спирт болсын, содан да 1 шай қасық қосып жіберуіміз керек. Менде спирт болмады. Сонымен мен осы 2 затты араластырып, өстіп гүлдердің жапырағын сүртіп шығамын. Негізі доллардың жапырақтары өте майда болғандықтан уақыт көп кетеді. Сондықтан да енді кемінде үлкен доллар гүлін сүртетін болсақ, бізге жарты сағаттай уақыт керек. Арасында бұндай жапырақтары майда гүлдерді жақсылап жылы душқа түсіріп алсақ, оның мынау жапырақтардың бетіндегі жаңағы шаңдарының барлығын алып кетеді. Ал енді мынандай жапырақтары аздау гүлдерді осылай біз жұмсақ шүберекпен сүртіп отырсақ, гүлдердің жапырақтары сол тыңайтқыш арқылы да өздерінің бойларына жақсы витаминдер алып өсе бастайды. Менің тұрақты көрерменім болып, менің видеоларымды көріп жүрсеңіздер, өздеріңіз білесіздер, менде 2 үлкен доллар гүлі бар. Оларды қазір асықпай отырып барлығын сүртіп шығатын боламын. Негізі айына 2 рет осындай қоспа сумен гүлдеріңіздің жапырағын сүртіп тұрсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы тыңайтылып, жапырақтары үлкейіп, жақсы болып өсетін болады. Және де су бүркіш арқылы көптеген тыңайтқыштарды біз мынау тамырына құятын биогумусты да жапырағына себуге де болады бүркішпен, янтаринді себуге болады. Басқа да осы гүлдерге пайдалы тыңайтқыштарды гүлдердің тамырына құя отырып, жапырақтарынан да сөйтіп бүрку арқылы, осылай сүрту арқылы гүлдерімізді тыңайтып отырсақ болады. Міне мен сіздерге осы гүлдерге пайдалы тыңайтқыш туралы айттым. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Осы видеоның аяғына дейін қалып, менің видеомды уақыттарыңды қиып көргендеріңізге рахмет айтамын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер.